ғой, тек бір әлгі құшақтамасаңыз да бір деп бір қызыл жүрегіңізді беріп, мына қантап тұрған жүрмекті бермейсіздер. Бір түртіп қойыңыздар, 99-дан қалқым. 99-ға мына қызошыны мен Жүңкі Арчи 3-ші қабатындағы шығып седі. Бір тұтас бинаны 5 пиқырасаңыз, осы бағада ала алсаңыз, мен мынаны бекер бір берем сіздерге. Мына заводтан күнгіннің өзі 100 қаншамен біткен мал. Әзір бір мынадан 20 талғана бар, ең 20 тәлейлі қаридар ма. Үлкен күшін өмір жоқ, басқа рең жоқ, тек қана осы мына иттің жүн ұқсаған сар жағасы мен өш жері бар. Амма құсыр табамайсыз, мынандай кеспе дейміз ба, кілкіме дейміз ба. Міне, қайдағы арзан осындай сапалы мал маған ғана жолға тікен әлгі жүргемілінет дейме, бірдемеге деп міне. Көрдіңіздер ма, белі бума. Мынаның ортақ нөмір шығады, үлкен кіш шықпайды, 75 кілінің төмен жағына қана киесіздер. 80 кіл, 90 кіл алып, симады қайтарам деп мазамды алмаңыздар. Қарбаластылық уақытта ұқтыңыздар ма? Ана дүниеде осы ақ көңіл адамдар көп дейсіздер, қара ниет адамдар аз дейміз осы. Ана бір дуйын жанқауымда бір малы кемегенге де арыз қылып, бір дуйын жанқауым жабылды. Аны мінем, вишінім. Соған мен сіздерге жауап беремей жатыр. Мен сөйлеген сөзім жүрмейді екен. Соған мена жаңа бір вишін неғанша вина арсысы леулу деген нөмірмен мені қосып алыңыздар. Бекер мына алдам чекейін де қамаңыздар, және ана вишінға жауап берілмегенге соны түсіндір қояйын деген қалқын ұқтыңыздар ма? Ана бір әлгі вина арсысы деген вишатым істемей қалды. Енді сол вина арсысы леулу деп қоссаңыздар, және бір вишатыма қосыласыздар. Қалқыма сөзім түсінікті болды ғой. Ана мына малы бармай қалса да, әне күні біз әлгі әне күні бір көп шадан бөкетті емес па? Сонымен ана көйдеге апарғанда олардың есауып бір-екі күн мал тұрқап өнін көйіп фалғыпты. Оның үсте біз мына қызошының ішінен фалғып жатқаннан кейін ол әурешіліктен сіз амалыңыз жоқ, құтыла алмайсыз. Соған баста ретте түсамаған кезде сәл баяу бар қалды ғой мал. Менің ісім емес, ол көйдейдің ісі. Соған барып тұқыл су қылып ананы. Я Алла қалқым, бұл ана бір перизат деген келіншек ауырғанда да со 20 мың сом ақшаны мен бердім қалқым, ұқтыңыздар ма? Мал сатып берген жоқ. Осы барып отырып нақ оны танымаймын да көрмеген адам ғой. Сода біз сияқты осы халық шығар қалқым. Адам мұншыл қара ниет көкетпеңіздер ма кейбір адам 20 мың сомды берген жерде бірер шапан керек маған десеңіз мен бере салам, ұқтыңыз ба? Таусу қылатын не деген пәс надандар бар осы. Адам боқтамайын десе боқтатады. Сіз менің бір жанқауымды пітегенге мен бірдеңе боқамайым. Гүлсана кеудемде жаным болады екен. Мен оған ештеңе болмайым. Бірақ ана көп адамға жауап бере алмай қалсам, ана кісілер қате түсінеді. Не үшін жауап берілмей қалды мынаған деп ұқтыңыздар ма? Мына тақалып қалды ана бір жанқауым. Қате түсінбей, жаңа вишатыма қосып алыңыздар. Міне, мыналарды 99-дан қимыл қылып бердім, қалқам міне. Малдық болар міне, осыншалық болар. Міне арты мынандай белгісі келген. Сәлем қадірменді халқым, мына мен